Қымбатты білім алушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ондық бөлшекті координаталық сәуледе кескіндеу. Бірінші мысал, 2,57 ондық бөлшегін координаталық сәуледе кескіндеу. Ол үшін координаталық сәулені сызып аламыз. Координаталық сәуленің бойынан 2 санына сәйкес нүктені белгілейміз. 2-ден бастап келесі бірлік кесіндіні тең 10 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы шыққан 10-нан бір бөліктердің бесеуін алып 1, 2, 3, 4, 5. Оны 2,5 деп белгілейміз. 2,5-тен бастап келесі 10-нан бір бөлікті тағы да тең 10 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы шыққан 100-ден бір бөліктердің жетеуін алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нүктені белгілейміз. Сонда координаталық сәуленің бойында 2,100-ден 57 ондық бөлшегі кескінделді. Нөмірі 757 есеп. А, Б, С, Д нүктелерінің координаталарын жаз. Бізге координаталық сәуленің бойында нүктелер кескінделген. Осы нүктелерге сәйкес біз координаталарын анықтауымыз керек. Бұл жерде А нүктесі 0 мен 1-дің ортасында орналасқандықтан біз санаймыз. 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. А нүктесінің координатасы 0,16-ға тең. В нүктесі 1 және 2-ның ортасында жатқандықтан біз 1,1, 1,2, 1,3 деп біз белгілейміз. Яғни В нүктесінің координатасы 1,3-ге тең. С нүктесінің координатасын табу үшін 2 мен 3-дің ортасында орналасқандықтан санаймыз. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4-ге тең. Ал Д нүктесінің координатасы 2,4-тен ары қарай санайтын болсақ, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Д нүктесінің координатасы 2,9. Енді ондық бөлшектерді салыстыру. Бірінші тәсіл координаталық сәуледе салыстыру. Екінші тәсіл разрядтары бойынша салыстыру. Мысалы, 0,16 мен 1,3-ті координаталық сәуледе салыстыру үшін осы нүктелерді кескіндеп алайық. 0 мен 1-дің ортасында бөліктерге бөліп аламыз. Енді санайық. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 деген нүктеміз мына жерде екен. Ал енді 1,3-ті табу үшін біз 1-ден 10-ға қарай санайтын болсақ, 1,1, 1,2, 1,3 мына жерде орналасқан екен. Енді осы координаталық сәуленің бойындағы екі нүктені салыстыратын болсақ, 0,6 біздің сол қол жағымызда жатыр, ал 1,3 оң қол жағымызда жатыр. Міне осы жерде біз екеуін салыстырып, 1,3 оң жағымызда жатқандықтан ол 0,16-тан артық болады деген сөз. Ал 0,4 пен 0,140 бір нүктеде кескінделгендіктен екеуі тең болады. Ал енді разрядтары бойынша салыстыратын болсақ, мысалы 2,1 мен 1,5 координаталық сәуледе кескіндейік. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 мына жерде. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1 деген нүктеміз мына жерде орналасқан. Әдеттегідей, біз осы екі ондық бөлшектің разрядтары бойынша салыстыратын болсақ, бүтін бөліктері мына жерде 2-ге тең, мына жерде 1-ге тең. Яғни 2 1-ден артық болғандықтан бізде 2,1, 1,5-тен үлкен деген теңсіздік белгісін қоямыз. Енді 759 есепте тиісті теңсіздік белгісін қойыңыз. 2,7 және 3,16 екеуін салыстыратын болсақ, біз ең бірінші бүтін бөлігін салыстырамыз. Бірінші ондық бөлшекте 2 саны бүтін бөлігі, екінші ондық бөлшекте 3 бүтін бөлігі.
2 мен 3-ті салыстырамызда 3,6 2,7-ден артық дейміз. 0,4 пен 0,39-да салыстыратын болсақ, бүтін бөліктері тең 0,0. Олай болса, келесі ондық үлестерін салыстырамыз. Ондық үлесі 4, мына жерде 3. Яғни 4 3-тен артық болғандықтан 0,4 0,139-дан үлкен болады. 0,10 0,199. Бүтін бөліктері тең 0, 0. Енді ондық үлестерін салыстырамыз. Мына жерде 1, мына жерде 9. Яғни 9 1-ден үлкен болғандықтан біз 0,9 0,110-нан үлкен деп теңсіздік белгісін қоямыз. Екінші есеп 8,30 пен 7,94. Бүтін бөліктеріне қараймыз. Мына жерде 8, мына жерде 7. Олай болса 8 7-ден артық. 8,30 үлкен болады 7,194-тен. 0,147 0,110-нан 5. Екеуін салыстыратын болсақ, бүтін бөліктері 0, 0 тең болыптыр. Келесі ондық үлесін салыстырайық. Мына жерде 4, мына жерде 5. Олай болса 5 4-тен артық. 0,147 кіші болады 0,5-тен. 5,121 және де 6,0. Бүтін бөліктері 5, мына жақта 6, 6 5-тен артық болғандықтан теңсіздік белгісі 5,121 кіші болады 6-дан деп белгілейміз. Енді оқушылар, осы түсіндірілген видео сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.